Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен can және can't модальді етістігімен танысамыз. Жалпы can және can't модальді етістігі үш жағдайда қолданылады. Бірінші ол бізде қабілетке байланысты I can swim or I can't swim. Мен жүзе аламын немесе жүзе алмаймын. Бірақ біз бүгін сіздермен permission and the possibility, яғни рұқсат беру және мүмкіндікпен танысатын боламыз. Рұқсат бергенде немесе мүмкіндікке қатысты біз can немесе can't модальді етістігін қолданамыз. Ендеше алғашқы мысалға тоқталайық. You can park here. You can park here дегеніміз сіз машинаңызды мына жерге қоя аласыз. Яғни бұл сізге рұқсат беріліп тұр. Ендеше келесі мысалға көшейік. He can come to dinner tonight. He can come dinner tonight. Яғни ол бүгін кешкі асқа келе алады. Бұл оның мүмкіндігі. Оған келуге мүмкіндік бар, сондықтан ол кешкі асқа бүгін келеді. Келесі үшінші мысалға тоқталатын болсақ. We can have dinner outside. Яғни біз кешкі асты сыртта іше аламыз деген сөз. Байқағандарыңыздай, can бізде негізгі етістіктің алдында тұрады, және негізгі етістік пен can'ның ортасында ешқандай предлогтар қойылмайды. Және үшінші шақты байқаған шығарсыздар, come дегенде бізде s жалғанбайды. Жалпы can барлық есімдікке бірдей жазылады. Ол үшінші жақ болсын, ол бірінші жақ болсын, маңызды емес. Келесі, бұл бізде болымды сөйлем болды, енді біз болымсыз сөйлемге тоқталайық. Болымсыз сөйлем бізде can't модальді етістігі арқылы жасалады. Енді can't қалай жасалады? Can модальді етістігіне not жалғану арқылы жасалады. Яғни бізде болады can't. Cannot болады can't. Ендеше мысалы, сен машинаңды қоя алмайсың. You can't park here. You can't park here. Яғни жаңағы болымды сөйлемді біз болымсызға айналдырып жатырмыз. You can't park here, сен машинаңды мына жерге қоя алмайсың. Яғни тыйым салынып тұр, рұқсат жоқ. Келесі. He can't come to dinner. He can't come to dinner tonight. Ол кешкі асқа келе алмайды. Яғни ол адамның мүмкіндігі жоқ бүгін келуге, сондықтан ол кешкі асқа келе алмайды. Және үшінші мысал. We can't have dinner outside. Яғни біз кешкі асты сыртта жей алмаймыз, немесе іше алмаймыз, себебі әзірше біздің мүмкіндігіміз жоқ. Келесі, ендеше бізде бірінші болымды түрі болып, екінші болымсыз. Енді қазір сұраққа көшейік. Сұраққа көшкен кезде бұл жерде ешқандай to be немесе do does көмекші етістіктер арқылы жасалмайды, тек қана can'ның өзімен жасалады. Ендеше мысалы. Can I sit here? Can I sit here? Мен осында отырсам бола ма? Can I sit here? Егер сіз келісетін болсаңыз, сіз жауап бересіз. Я, болады. Yes, you can. Яғни, я, сізге болады. Yes, you can. Немесе болымсыз жауап беруімізге де болады. No, you can't. No, you can't.
No, you can't. Келесі мысалға көшейік. Олар кешкі асқа келе ма? Can they come to dinner tonight? Can they come to dinner tonight? Олар кешкі асқа бүгін келе ала ма? Бұл жерде мүмкіндік туралы сұрап тұрмыз. Егер біз келе алады дейтін болсақ, жауап береміз. Yes, they can. Ал егер келе алмайтын болса, біз айтамыз no, they can. No, they can't. Жалпы көріп тұрғандарыңыздай, can немесе can't модальді етістігі арқылы рұқсат беру немесе тыйым салу немесе мүмкіндік бізде осылай жасалады. Тек қана can модальді етістігімен біз болымды сөйлем жасай аламыз және болымсызға айналдырамыз. Сұрақты да қоямыз және сұрақты canнің өзімен жауап береміз. Бұл жерде ешқандай do немесе does немесе to be етістіктерін қолданбаймыз. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер ұнап жатса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда басқа сабақтарды жіберіп алмас үшін тіркеліп қойсаңыздар тіптен жақсы болады. Рахмет, сау болыңыздар.